Қай уақытта пайда болды? Меруерт саған? После родов, да? Осындай мынандай жерінде ғана қалды. Басқа жерлерінде жоқ. Сосын мен тоналка жағып жүретін, пудра постоянно тастамай жағып жүретін. Сосын анада алдында қыздарға бардым да, енді боянғанда жоқпын, осылай киімімше шыға салдым үйден барып. Барсақ қыздар айтады, мә саған бетін әдемі болыпты, бетіне не жағып алдың, қандай тоналка жағып алдың, сұрай береді деп, пудра жақтың ба, не жақтың деп. Сосын мен айтатынмын, жоқ, ештеңе жаққан жоқпын десем, айтады, бетің свеж, бірдеңемен жуып келдің ба дейді. Айтамын, ей, душқа түскен 2 күн болды десем, айтады, мә бетің деген әдемі, приятный болып тұр дейді. Сосын мен айтып отырмын, осын элефті ішкелі бері ма, білмеймін, осындай бетімдегі қара дақтар кетіп қалды. Может, мен іште іш құрылысында бірдеме дұрыс болмаған шығар, содан да шығар деймін да. Өйткені менде киста да бар. Киста болған үшеу, даже менде парақтары да бар үйде. Злокачественный деп осы неде жазып берді. Июль айында мен қызым 1 жасқа толды, мен сол кезде полное обследованиеден өттім де, сосын гинекологқа тоже кіріп өттім. УЗИдан маған үшеу пайда болды деді. Күйдір деді бұны. Күйдірмесем бұл миомаға айналып кетуі мүмкін деді. Сосын қош дедім да енді. Көрейін дедім, емделем дедім. Сосын үйге келдім. Сосын мама айтты маған, осыны ішіп көрсей деді де. Сосын ол кезде табар таппадым. Сосын күтіп жүрдім. Осы августтың аяқ жағында табар келді маған. Өзіме табар. Сосын содан бастап ішіп көрдім. Менструациям, бірінші менструациямнан 16 күні жайлап ауыра бастады. Кәдімгі толғақ болады, сол сияқты белімнен ауыра бастады. Ол кезде кішкентай ғана 2 мынандай кусок ет түсті. Болды, алдыңғы Пожалуйста. Сосын одан прям результат бойынша байқамадым. Сосын ол не деп ойламадым, киста екен деп ойламадым. Осы кеше 10-нан бастап менде мынандай кішкентай қандар түсе бастады. Менструациям келіп жатқан жоқ, бірақ қандар түседі өзінен өзі. Менструация екен деп ойлаймын да, таңертең таң намазын оқымай қоямын. Сосын обедтен кейін жоқ ол. Сөйтсем, оказывается, сол түсіп жатыр екен да. Одан кейін кеше соңғысы түсті, 14 күні түсті ғой. Жоқ, 16 күні түсті. Вот сол кезде мен кәдімгі толғақ қысады ғой. Тура сондай болып толғақ қысып, белім, бүйрегім, мен тұра алмадым. Мамама да айттым мен что-то. Мама айтты, шыда, ношпа іш деді. Мен ношпа ішкен кешкен жоқпын, күтіп жаттым. Сосын мен үлкен дәретке отырғым келгендей болды да. Жүгіріп бардым, барғанда уже неттім, отырдым туалетте, унитазда қарасам, мынандай бірдеме түсті. И сосын кейін алдында бір рет мен көргенде неден алып көрген ұстап тұр, бұл не деп. Сол кезде көргенде ірің сияқты, сырты солай, ет сияқты да бір жағын ұстасаң, бірақ мышалка сақтыма бір қимылдап тұрады да, без сияқты. Көрдің бе қандай керемет. Содан понедельник сондай нәрсені ұстап көтеріп жүрген. Өзеға барсам айтып, чисто дейді да уже. Вот, пожалуйста. Күйдірдің ба деп сұрап жатыр. Олар өздерінен күйдіртетін ғой постоянно. Мен күйдірген жоқпын. Сосын алдымда тағы бір өзеға түстім. Повторно сөйтсем тағы да тап-таза. Вот, пожалуйста, көрдің ба? Қалай істемейсің? Просто орта шапқан жоқ. Мен содан кейін мен күйеуіме айттым, осылай менің осындай болып жатыр, кетіп жатыр деп едім. Күйеуім айтты, онда неғып мамасына айтпасқа деді. Мамасы эпилепсиямен ауырады. Мамама неге айтпасқа деді. Сосын айттым, енді мен результатты өзім енді көріп тұрмын ғой. Алдаған бір табарды алдым, мамама бер жерде. Менде табар жоқ қазір. Мамасы бірақ күнде звондайды маған. Сенде осындай капсула бар екен ғой, маған берші деп. Мен 10 штугын хотя бы берші, мен 10 күн ішіп көрейін дейді. Бірақ менде табар жоқ қазір. Мен айттым, ол кісіге түсіндірдім, 10-нан кейін болады, 10-нан кейін келіп алып кетіңіз деп. Ол кісі де келгісі келіп көресіздер бір күн. Ол кісіден ертең результат шығып жатса, оны да қаласа болады. Бірақ мен өзім есім қандай айтса, есім қандай. Ол кісі инсульттан былтыр декабрь айында не алды? Инсульт, мини инсульт, реанимациядан шықты бірден. Содан үйінен жаңағы давлениесі көтеріп кеткен өзі білмеген ғой. Еще семіз кісі де сол семіздіктен несіне жүрегінен шалып кеткен ғой, несі жаңағы майланып кеткен. Содан реанимациядан бірақ шықты. Сол кісі тілі бар ғой, сөйлеп отырады ғой, сізге жаңадан шығып келе жатқан баланың тілі сақты. Көп сөз айтса, тұтығып қалады, сөйлей алмай қалады, мындай. Мен көрдім ғой, мен. Деп дірілдеп кетеді, до такой степени. Сосын 9-шы этажға шықпайды. Шықпайтын, никогда шықпайды да. Өйткені айтады, 9-шы этажға шықсам, давлением көтеріп кетеді дейді. Көп отырмайтын да біздің үйде. Қазір сол кісі айтады, 120-130-ды ұстап жүрмін дейді да, давлением. 9-шы этажға шыққанда 130-ға түседі. 130-ға көтереді. Кәдімгідей, бірақ соның өзіне сөйлеген кезінде сөзі деген анық шығады ғой. Қазір мен бағана тілге сөйлесті ғой.
Кәдімгі бұрын Келеді қазір. телефонмен сөйлескен кезде сөзін түсінбейтінбіз. Қазір енді кешек келіп таңертең. Оның ана жесесі бар екен, бауыр ауырады екен. Соған осыны беруге менен товар сұрап келген ғой. Екеуміз таң атпай товар іздеп неге барып, Қазпоштаға барып, әлі товар келмепті. Соны просто соны Өзінен депутат шықты да, ол кісінің да инсульт алған адам. Мен барғанда да сөйлемей отқан. Енді маған күнде звондайды. Товар алып кеш, бізге товар алып кешті да. Сондықтан ол